Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен ағылшынша сәлемдесу, қоштасу және таныстыру фразаларын үйренетін боламыз. Бірінші сәлемдесу. Сәлемдесу greeting деп атайды ағылшын тілінде. Мына жерде кішкене мен мысалдарын және жауаптарын жазып кеттім. Бұл жерде информал, яғни ауызекі тілде айтылатын фразалар, яғни осындай түрлері бар. Мысалы, hi сөзіне hi деп жауап берсек болады. Hello, сәлем, how are you? Қалың қалай? Жауап берсек I'm fine деп жауап береді. How's life? Жалпы жағдайың қалай? Fine, thanks. How's everything? Very well, thank you. Бұл жерде де жалпы не, жалпы өмірің қалай, жалпы жағдай қалай деп. How are you doing? Жалпы жағдайың қалай? Бұл жерде мына 4 фразаның барлығы, сұрақты сөйлемдердің барлығы қалайсың, қалай жағдайың, жалпы жағдайың қалай деген мағынаны білдіреді. Осы фразаларды жазып алсаңыздар болады. Қосымша сіздерге таныстыру, сәлемдесу, жағдай сұрасудың түрлерін айтып кететін болайын. Hi, how are you doing? Сәлем, қалың қалай? Жауап береміз. I'm fine. How about yourself? Параллельно сұрақ қойып жатыр да. Өзің қалайсың? Мен тамашамын. Сен қалайсың дейді. I'm pretty good, thanks for asking. Мен тамашамын, мен де жақсы дейді. Сұрағаныңа рахмет дейді. No problem. So, how have you been? Бұл да сол. Жалпы жағдай. Жалпы өмірің қалай? Не болып жатыр жағдайың деген ғой. I'm been great. What about you? Мен де бәрі тамаша. Сен де ше деп. I've been good. Мен де жақсы. Мен де тамаша. Жалпына жауаптардың барлығы менде жақсы, менде тамаша, менде керемет дейді. Сұрақтардың барлығы қалың қалай, жалпы жағдай не болып жатыр деп жауап берді. Сіздер қалаған форманы, қалаған фразаны таңдап қолдана аласыздар. Сіздерге қолдансын деп сіздерге үйретіп жатырмын мен. Сонымен, how are you doing today? Сен бүгін қалайсың дейді бірінші сұрақта. I am doing great. What about you? дейді. Менде бәрі тамаша, сенде ше. I am absolutely lovely. Thank you. Менде бәрі тамаша, рахмет. Everything's been good with you. Сенде барлығы керемет па дейді. I haven't been better дейді. Мен 100%-ға жақсымын деп айтады. Тамашамын деп. Фразалар. Қалайсың? Менде бәрі жақсы. Міне осыны әртүрлі формада келтіріп айтамыз. Бұлар формалды түрде. Ал енді saying goodbye дейді ғой. Сау бол деп айту. Saying goodbye. Мысалы үшін қараңдар. It was nice seeing you. Goodbye. Сені көргеніме қуанып қалдым, жақсы болды сенімен көріскеніме дейді. Сау бол дейді. Жауап береміз. Take care now. Bye bye. Өзіңе қара, сау бол. Have a nice weekend деп айтады. Жақсы демал. Жақсы демалыс тілеймін саған дейді. Thanks, you too. Рахмет, сенде. You too дегеніміз сенде деген мағына білдіреді. See you tomorrow. Ертең көріскенше. See you. Көріскенше. Бұлар сау бол деген сөздерге көптеген фразаларды осылай қолдана аласыздар. Сіздердің сөздік қорларыңызды байытады бұл сөздер. Жаттап жазып алыңыздар. Енді біз таныстыратын болсақ, мысалы үшін мына кісі, мына әйел кісі, мына екеуін таныстырып жатыр. Осыны оқиық. Maria, this is Betty. Міне, Maria, this is Betty, a friend of mine. Мария, бұл менің досым, Бетти дейді. It's nice to meet you. Бұл сізбен танысқаныма қуаныштымын. I'm glad to meet you. Мен сізбен танысқаныма сондай қуанып отырмын дейді. Ары қарай диалог басталып кетеді. Мына жерде Where are you from, Maria? I am from Russia дейді. Oh, really? How long have you been here дейді. Мына жерде сен Мария қай жақтансың дейді. Мен Ресейденмін дейді. О, шынымен бе? How long have you been here дейді. Бұл жерде қанша уақыттан бері жүрсіз дейді. About a week. Бір аптадай шамасы дейді.
What do you think of Chicago дейді. Чикаго туралы не ойлайсыз дейді. It's beautiful city, I like it very much. Бұл өте әдемі қала, мен оны қатты ұнаттым дейді. Well, I've got to go now. Nice meeting you. Жақсы, мен кетуім қажет. Танысқаныма қуаныштым дейді. It was nice meeting you. Bye дейді. Бұл да өте жақсы танысу болды. Сау болыңыз. Бұл жерде бізге мынау дегеніміз таныстырған кезде this, мынау Betty, мынау Rosie, мынау Ben деп таныстыра береміз біз бір-бірімізді. Ал танысқандарыңызға қуанышты болсаңыздар it's nice to meet you деп жауап береміз. Немесе I'm glad to meet you деп жауап. Өзіміздің благодарностьімізді, ризашылығымызды айтамыз. Мәдениеттілігімізді көрсетеміз. It's nice to meet you деп. Окей. Достар, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Себебі алдағы уақытта сіздерге пайдалы болады деген видеолармен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар. Оқыған озады. Сау болыңыздар.